Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз ауылда жүріп, су суғару мәселесімен біраз қиыншылықтарға тап болып жатырмыз. Соны сіздерге қазір көрсетемін. Назар аударыңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау бетоннан жасалған баяғы кеңес өкіметінен қалған лотоктар. Қазір бұл лотоктар сынып, кейбір жерлерінде цемент нұрлап кеткен. Елдер мына жерге міне алма бағы отырғызған. Су тапшылығынан қазір алмалар қурайын деп тұр. Мынау мысалға экскаватормен қазылған жаңа арықтар. Осы бөлінген қаржыға осы бұрынғы ескі лотоктарды жасауға болатын еді деп ойлаймын. Негізі мемлекеттен ауыл шаруашылығына ешқандай қаржы көмек осындай жерлерге бөлінбей жатқан сияқты. Елдер мына жерге міне алма бағы отырғызған. Су тапшылығынан қазір алмалар қурайын деп тұр. Мынау мысалға экскаватормен қазылған жаңа арықтар. Осы бөлінген қаржыға осы бұрынғы ескі лотоктарды жасауға болатын еді деп ойлаймын. Негізі мемлекеттен ауыл шаруашылығына ешқандай қаржы көмек осындай жерлерге бөлінбей жатқан сияқты. Мына арықтардың сиқы мынау. Ағаш толып кеткен. Ағаш тоқып тазалаймыз. Мына жердің арықтары кішкене тереңдеу. Анау менің бағыма баратын жерде арықтардың тереңдігі саяздау. Сондықтан дайын отын міне. Отын жатыр мұнда. Нұрлан бауырым арықтағы қоқыстардың бәрін тазалап, өйткені қазір су жіберсе, мынаның бәрі бітеліп қалады. Осындай бір 3 шақырым, 3 километрге жуық жерді жаяу жүріп шығасың. Содан кейін суғару процесі басталады. Міне елдер алма бағы отырғызған. Жалпы Еңбекшіқазақ ауданында биыл өте көп алма отырғызған адамдар. Мына жерлер бос болып тұр екен. Бұл да бір жекеменшік, не болмаса 49 жылға арендаға алынған жерлер шығар. Бірақ ешкім пайдаланып жатқан жоқ. Бос жатыр жердің бәрі. Қандай керемет, табиғаты керемет. Восьмой, 75-й год.
міне су келіпті. Бұл суды да әкімшілікке барып, ақысын төлеп суды алады екенсің. Суды енді арғарай Алмабаққа қарай суды қазір апарамыз. Енді бүгін 2018 жылдың 7 маусым күні. Осы уақытқа дейін су берілген жоқ. Су кішкене проблема бар екен су бойынша. Суды сатып аласың. Маусым айында су бірінші рет келіп отыр. Оған дейін отырғызған Алмабақты Алла тағаланың берген жауын шашына, аспаннан жауған нұры өзі көмек болды бізге кәдімгідей. Енді мына Құдайға шүкір су келді. Осы сумен суғарамыз. Енді бұл түсіріп жатқан видеоның мақсаты неде деп айтатын болсаңыздар, осы ауылдың өмірін көрсету сіздерге мақсатымыз. Ауылда да күн көруге болады, ауылда да тіршілік істеуге болады. Қалада мысалға пәтер ақын төлейсің, ауылда пәтер ақы төлемейсің. Квартплата деген нәрсе сол сияқты. Одан кейін Алматыда, қалалық жерлерде әрбір жүрген жердің бәрі ақша, шығын. Ауыл жерде кішкене азын-аулақ мал ұстап, өстіп бағи тіршілік істесең, ісің алға басады деген ойдамын. Жалпы қазақтың жастарының көбісі ауылдан қашып қалаға барып жатыр. Қалаға құмар. Бірақ қалада да жетіскен бір жұмыс таппай жатыр. Жұмыс табу қиын қазір. Жер мәселесін айтатын болсақ, жер мәселесін Өзбекстаннан ағайындар келіп, осында жалға алып, гектарын 40 мың теңгеден бір жазға жалға алады да, осында көкөніс өнімдерін егіп, пайда түсіріп, Өзбекстанға қайтып жыл сайын келеді. Жыл сайын келіп тіршілігін істеп жатыр. Сол жұмыс жоқ деген адамдарға айтатыным, ауылда жұмыс жетеді екен. Енді бұл кішкене біздің реалити видео, өмірден алынған. Көп адамдар қызығады деп ойлаймын. Бүгінге енді осымен видеомыз аяқталды. Әлі де осы ауыл шаруашылығына байланысты видеоларды жалғастырамыз. Келесі қош кездескенше сау болыңыздар.